Қайырлы күн, достар, әріптестер. Қазақша Excel курстарын жалғастырамыз. Бүгінгі біздің қарайтын тақырыбымыз файлдардың форматтары. Өте қысқа тема болады. Біріншіден, ол үшін сохранениені қарау керек. Сақтау үшін файл, сохранить бассақ, ол стандартты түрде форматта сохранить, бірақ та бізге сохранить как-то таңдаймыз. Қай жерде сақтағымыз келеді таңдаймыз да рабочий столмен қойсылайын. Сосын осы жерде самый бастысы тип файла деген болады. Тип файлды таңдау керек. Көріп отырғаныңыздай осы жерде файла деген өте көп, бірақ оның бәрін біз қолданбаймыз. Біз қолданылатын негізгі төрт формат болады. 4-5 формат. Книга Excel деген ол XLX форматында сақтайды. Қазір мен сіздерге оны былай көрсетейін. Так, осы жерде вот это стандартный формат деп аталады, XLX. Мен бір файлды төрт түрлі форматта сақтадым. Қарап отырғанда бізде мұнда размері әртүрлі. Бірінші форматтың оны біз осылай қарай аламыз. XLX. Ол жаңа формат. Осы форматты автоматты түрде сақтайды. Сосын 97.213 деген формат бар. Оны қараймыз. XLS форматында тұрады. Ол старый версиялар болады. 2000 жылғы, 2007 жылғы. Егер де жіберетін болсаңыз, сондай компьютерларға, сондай адамдарға осы форматта сақтау керек. Бірақ та қазірде осы формат қолданбайды, өйткені көбісінің жаңа компьютер, жаңа программалар қолданылады. Енді үшінші формат макрос. Мынаны қалай сақтаймыз? Оны сақтау үшін осы жерден таңдаймыз. Excel жаңағы стандартты формат, 97 жылғы формат, макрос формат двоичный. Макрос деген ол мини программа болады Excel-дің ішінде. Мысалы, қандай да бір есеп жүргізуге болады. Мысалы, сізде бір жерде мындай есептер бар. Сіз мына жерге кнопкалар шығарып қоясыз. Кнопканы басқан кезде есеп өзі автоматты түрде саналады. Қазір мен бір мысал көрсетемін. Бұл файл жалғастырамыз. Осы файл макросты мен аштым. Осындай түрде болады. Макрос файл свойствосын қарайық. Мына жерде M деген әріп тұрады. Вот M деген ол макрос деген файл. Онда ішінде не бар? Программа бар. Мысалы, осындай салықты өлшейтін файл жасағанбыз. Осы жерге өзіміздің данныйларымызды кіргіземіз. Салықтың түрін таңдаймыз. Сосын қай жердің басын таңдаймыз, ортасын таңдаймыз. Сосын үш функция бар. Жерде инструкциясын жазып қойдық. Бірінші шаг ол салықтың коэффициентін санайды. Екінші шаг периодтан санайды. Үшінші шаг пеняның бүкілін сынап шығарады. Осы аралықта осындай коэффициент болды. 700 күнге соншама пеня штрафқа қосылды. 2005-тен осы уақытқа дейін 75.000 пеня қосылды. Егер де оны өзгертсек, басқаша. Коэффициенттер өзгеру. Осы кішкене өзгертейік. Вот, қарап отырғандай, осы уақыттан бастап осы уақытқа дейін
қаншама күн өтті, қаншама коэффициентпен саналғанын есептеп шығарады. Вот макростар осы үшін керек. Енді келесі тағы бір формат, двоичный формат деп аталады. Ол жаңадан шыққан формат. Жаңағыны қолданып келе жатыр. Двоичный формат. XLXB деп сақталады. Өте жеңіл формат болады, және өте жеңіл дегенде тез жұмыс жасайды, және память көп кетпейді. Үлкен файлдар болған кезде сақтаған өте ыңғайлы. Содан басқа CSV файл бар. Ол текст түрінде сақтайды. Қазір жалма файлды көрсете алмаймын. Ол кәдімгі блокнот түрінде сақтайды біздің Excel'де. Ол кейін біз Python өткен кезде керек болады. Енді тағы да қараған файлдардың бірі ол PDF. Кәдімгі PDF формат. PDF түрінде ол кәдімгі сканированный формат түрінде сақталады. Бәрін өздеріңіз эксперимент жасап қарап алуыңызға болады. Сонымен осы сабақта осындай файлдардың форматтарымен таныстық. Осындай файлдардың түрінде сақтауға болады. Ең бастысы макростармен жұмыс жасағанда осторожно болу керек. Көбінесе мұнда вирустар салып жүруі мүмкін. Егер де сіз қосқан кезде нарда сізде не шығады, жазу шығады, уведомление. Макростарды қосасыз ба, қоспайсыз ба деген. Сол разрешение бересіз, содан кейін бірақ макрос жұмыс жасайды. Осылай. Осы үшінші сабағымызды аяқтаймыз. Қысқа сабағымызда бізде бар осындай қысқа сабақ. Тез түсіну үшін осылай сақталады. Назарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.